Құрметті әріптестер, бүгінгі сабақта өтетініміз Conquer I деген. Іздейтін жерге атын жазамыз. Сол кезде ең бірінші шығып тұрған ссылканы басамыз. Сосын жаңа осы сайтпен жұмыстану үшін біздер тіркелуіміз керек. Немесе өзіміздің бұрыннан бар аккаунтымыздан кіре беруге болады. Мысалы, менде бар өзімде Google аккаунтым бар. Негізінен Google аккаунттарыңыз болса, барлық нейросетке сол бір аккаунтпен тіркелуге болады. Мен өзімдікін тіркеліп көрейін. Мені көріп отырғандай, мына жерде одан бұрын жаңағы разрешение бәрін сұрайды. Соның бәріне да деп, ары қарай не талап етті, соны жалғастырып баса береміз. Енді мені көрдіңіздер, Conquer'дің рабочий столына. Енді мысалы, мұның ішінде бізге өзімізге не қажет, сол туралы сабаққа қажетті тест тапсырмаларын, жұмыстарын осы жерден жасауға болады. Яғни викториналық сұрақтар дайындауға болады. Мысалы, біздерден биологияны алатын болсақ, биологияны алып, соның ішінде мысалы бірнеше таңдау жасайтын көп вариантты тест құруға болады, немесе аралас, немесе сол жерден оқып бірден жауап беретін вариантты алуға болады, немесе бос орын қалдырып кетіп, соған толтыру сияқты тапсырмалар беруге болады. Енді мына жерде сұрақтардың санды белгілеуге болады. Мысалы, 5 сұрақ болады, немесе 10 сұрақ болады. Мысалы, мен деген біріншісін таңдағым келіп тұр. Көп вариантты болғанын қалап тұрмын, тест сұрағым болады. Тест сұрағына және 10 сұрақтан 10 сұраққа таңдау жасаймын, және бұл деген мысалы мында деген 8 класты алайық. 8 класты алған кезде енді осыған байланысты біз өзіміздің тақырыбымызды белгіледік. Неге байланысты? Биологияға байланысты сұрақтың түрін белгіледік, және де класын белгіледік, санын белгіледік. Енді біздер қазір өзімізге қажетті нәрсені сұраймыз. Міне бізге дайындап жатыр. Мені көрдіңіздер алдарыңызда. Осы бізге нейросеттерден тапсырмаларды алған кезде, орысша іздеген жақсы. Орысша іздесең, барлығын нақты, дәлірек етіп береді. Қазақша жазатын болса, оны кішкене жаңағы түсініксіз болуы мүмкін, біздің сұранысымыз. Сондықтан орысша жазсақ, сол дайын сұрақтарды аудармаға салып, өз қажеттілігімізге қарай өзгертіп алуға болады. Яғни ыңғайлап алуға қазақ тіліне. Мұны көріп отырсыздар, сұрағы, жауаптар бәрі дайын тұр. Сол секілді келесі жалғастырып кете берем. 5, 6, 7, 10 сұраққа дейін. Көріп отырғандай, бұл деген бізде тест сұрағын дайындап беріп отыр. Енді біздер жаңа келесі тағы да мына жерде создавать дегенді бассаңыздар, мына жерде тапсырмаларды жасайды. Ал мына жерде активностьті бассаңыздар, қандай тапсырмалар сіз сұрадыңыз, сол бойынша историясын көрсетіп тұрады, тарихын. Мен мысалы мына тақырыпқа байланысты өзім сұрақтар сұрағам, тапсырмалар. Онда тоже тест күйінде, тест түрінде сұраныс жіберген, соған байланысты тапсырмалар. Мен 5 қана сұрақ сұрағам, соған байланысты тапсырмалар берген. Енді тағы да көрейік. Тағы да жаңадан тапсырма сұрап көрейік. Мысалы, закон туралы сұрайық. Мысалы, 10 классқа 10 сұрақтан тұратын, немесе 5 сұрақ қойайық тұратын. Мысалы, нешінші класс деп алайық, жоғары класстарды алайық. Жоғары класс, мұнда деген қалдырып кеткен орынды толтыру деген түрін алайық. Енді біздер қазір көрейік. Сұрақтың санында қажет емес сияқты, орнын қалдырып кетеді.
сол қалдырылған орынға біз толтыруымыз керек. Міне, мына тапсырманы аласыздар, сізге дайындап береді, қай жерде орын қалдырып кетеді, соған дұрыс жауабын жазу керек оқушылар. Міне, осы мәтінді алып өзіңізге сақтап аласыз да, мына жерде мына асты белгіленген сөздерді алып тастайсыз, яғни орнына қойып, оқушылар тапсырманы орындау керек. Міне, көрдіңіздер, иә? Міне, осындай түрлері бар. Конкурстың бір жақсы викториналық сұрақтар, жаңағы тест сұрақтарын, солардың бәрін дайын күйінде жасап беруге сіздерге мүмкіндік жасайды. Міне, мысалы, географияны тағы да қарайық. Мына жерде біздер деген оқып, бірден жауап береді, тапсырмаларды алып көрейік. Мысалы, 7-ші классқа дейік, алып көрейік. Қазір көрейік. Бұл тегін пайдалануға болады, иә? Өз қажеттілігімізде қарай, көрдіңіздер ғой. Мынаны оқыды, мәтінді оқуға берді. Мәтінді оқуға берді. Бергеннен кейін соған сай сұрақ қояды. Қазіргі уақытта, мысалы, қазақ тілінің оқу сауаттылығына байланысты тапсырмалар мәтінмен жұмыс арқылы жүзеге асады. Сол секілді мәтінге қарайды, оқиды, сол жерде жауап береді. Көрдіңіздер ғой. Орысша берілген болса, бәрін қазақшаға аударып алуға болады. Ағылшынша берілген болса, ағылшынша берілгендер тоже қазақшаға аударып алуға болады. Бәрі қазіргі уақытта мүмкіндік жақсы. Өте күшті деуге де болады. Нейросеттер одан да адамның қызметінен де жоғары ақылға сыймайтын әрекеттерді жүзеге асырып жатыр. Олай болса, бүгінгі сабақта мына конкурс деген осы біздің нейросетіміз дайын сұрақтарды бәрін дайындайтынына көзіміз жетті. Осыны тәжірибе барысында үйреніп, одан әрі жетілдіріп алуға болады. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.